Бұл білесіз бе не? Бұл мінез де. Мысалы біз мысалы неге сорлап отырмыз? Өйткені біздің мысалы мына білім беру жүйесінде ол қайдан пайда болды олар? Мінезсіз депутаттар. Мінезсіз сөз. Мінез дегеніміз сонда былай екен ғой. Біздің білім беру жүйесінде бірінші орынға білім қойылады. Білім. Бірақ мінез деген әңгіме жоқ. Сонда абай айтады, мінез дейді, ол білімнің сауыты дейді. Қылам дегенде қыларлық, тұрам дегенде тұрарлық дейді. Мінезде азғырылмайтын, ақылды, арды сақтайтын беріктігі болсын дейді. Және бұл бір ар ақыл үшін болсын дейді. Біз мінез көрсетеміз. Қандай жағдайда? Қырсықтықта, кертартпалықта мінез көрсетеміз. Жоқ дейді. Мінезді ар ақыл жолында көрсету керек дейді. Егер адамда мінез болмаса дейді, онда оқудың да қажеті жоқ дейді. Сақтайтын жер болмағаннан кейін дейді, оқудың қаншалықты қажеті бар? Бәрі шашылып төгіліп қалады дейді. Біздің сорлап отырғанымыз, бізде депутаттарда мінез жоқ қой, сөз бе? Яғни олардың оқығаны не керек? Кандидат, өтірік доктор болған не керек? Бұл қайдан кетті дегенде, Әлихан айтады, елге қызмет ету дейді. Оқудан емес, білімнен емес дейді. Өйткені ғазазіл білімді болған. Мінезден дейді. Мінезден дейді. Ұлтқа қызмет етті, мемлекетке. Сондан Машһүр атамыз ашық айтып отыр. Білімнің алғашқы пайдасы адамның мінезін өзгерту дейді. Оқып дейді. Мінез өзгермеген адамнан жақсылық күтпе дейді. Сонда анжықтар отыр ма? Енді мінезсіз адамдар отыр ғой, мінезсіз. Мінез, ол, сіз ойлаңыз, мінез, мысалы, мына столдың үстінде алма тұр, алмұрт тұр, жүзім тұр, шабдалы тұр. Егер сіз столыңыз тесік болса, олар тұра ма үстінде? Тұрмайды, ол шашылып қалады. Сол сияқты, мынау бәрін сақтап тұратын фундамент мінез екен. Ал мінез болмағанда сен депутат бол, жыл сайын орден ал. Сен кімнің тарсыпсы соны тауып алып жүре бересің. Бізге қазір мінезді адамдар керек. Ол үшін білім жүйесін өзгерту керек. Білім жүйесінің шекесіне, ұлттық білім беру жүйесінің шекесіне жазып қою керек. Білімнің бірінші пайдасы мінез өзгерту.